ізгі болып өткен марқұмдар бізге дұға ете алуына қандай дәлел бар? Жауап, имам Табарани өзінің еңбегінде, имам Абдулла бин Мубарак Зухд кітабында, имам Ибн Касир Тәубе сүресінің 105 аятына тәпсір жасаған кезде, тәпсір кітабында жиынтығы сахих хадис, сахих лиғайрих болып табылатын хадисті келтіреді. Бір марқұм қайтыс болса, оны рахмет ахлі қарсы алады дейді. Яғни рахмет тұрғындары қарсы алады. Күнәсі кешіріліп, ізгі болып өткендер қарсы алады дейді. Сосын ол марқұмнан жағдай сұрайды. Пәленше қайтты деп, пәленше сөйтті ме, бүйтті ме деп сұрай жатқан кезде басқа марқұмдар айтады. Өлімнен енді келді, яғни өлім сәтінен енді келді, демалсын дейді. Демалғаннан кейін марқұмдар жаңа келген марқұмнан сұрайды дейді. Пәленше үйленді ме, пәленше қыз тұрмысқа шықты ма деп. Және арасында біреуі пәленше не істеп жүр деген кезде, ол менен бұрын қайтыс болды ғой деп айтады. Сол кезде ізгі болып өткенді марқұмдар Алла бетін Алла қылсын өмір хауияға кетіпті ғой дейді. Яғни тозақ шұңқырына кетіпті ғой дейді. Сосын осылай жаңағыдай сұрасады дейді. Пайғамбарымыз сөзін жалғастырып айтады: сендердің амалдарың жақын туыстарыңа көрсетіледі дейді. Біздің тірі адамдардың, мұсылмандардың істеп жүрген жақсылығымыз болсын, жамандығымыз болсын, ізгі болып өткен марқұмдарымызға көрсетіледі екен. Сол кезде жақсы болса, Аллам өзіңе шүкіршілік болсын, бұл сенің нығметіңді тауып қыл деп дұға қылады дейді. Ал енді жаман амалды көрсе бізден марқұмдар, онда я Аллам, өзің бұл пендеңді торалыққа баста, тәубесіне келтір деп дұға қылады екен. Міне осы хадис бізге негіз болады, яғни ізгі болып өткендер біз үшін дұға ете алады. Алла Тағаладан біз үшін жақсылық тілей алады, жамандықтан пана тілей алады. Алла Тағала бәріміздің дұға тілегімізді қабыл етсін.